Қазақстанның ең көрікті жерлерінің бірі Медеу. Бұл мұз айдыны тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің мақтанышы еді. Бірақ соңғы жаңалықтар, әйгілі Медеу жабылмақ. 1960 жылдары салынған бұл мұз айдынының биіктігі 1691 метрде орналасқан. Мұнда көптеген халықаралық жарыстар өтіп, әлемдік рекордтар жаңарды. Неліктен жабылып жатыр? Алматы қаласының құрылыс басқармасының мәліметінше 2025-27 жылдар аралығында мұз айдынының ауқымды жаңарту жұмыстары жүргізіледі. Медеу мұз айдынына мен ең кішкентай шолу 12-ші автобуспен бардым. Мен 25 наурыз сағат 4-тер шамасында жеттім. Қар жауып, тұман ұлғая бастады. Жаппай сырғанау сағат 5-те ашылды. Сол себепті бірінші Медеудің ең биік нүктесіне 1000 баспалдаққа шықтым. Жоғарылай берген сайын қиындау екен. Бұл ең биік нүктесінен көрініс. Дым көрінбейді. Ағаштар азайып жатыр ма, әлде кесіп тастаған ба? Медеуге кіру билеті бір адамға 2500 теңге. Коньки арендовать ету 3500 теңге. Гардероб 300 теңге. Мұнда бәрі ақылы, тек дәретхана тегін. Уақыт өте келе тұман ұлғая түсті. Бұл бұрында келген адамдардың фотосы. Осымен видео аяғына жетті. Видео ұнаса лайк бас және каналға жазыл. Сау саламатта болыңыздар.